Бұл Бахашак онлайн, өзге тілінің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта Қытай тілінде сен Қытай иероглифтерін жаза аласың ба? Я жаза аламын, мен жаза алмаймын дегенді үйренетін боламыз. Қараңыздар, сөйлемнің құрылымы өткен видео сабақтағы сөйлемнің құрылымымен бірдей. Қараңыздар, ол жақта бізде не хуй шуо ханью ма болды, мында не хуй сие ханью ма. Қараңыздар, бірінші екі иероглифті біз өттік, сол үшін астына пенинді қоймаймын. Неге? Өйткені мен айтып сіздерге дыбысталуын естеріңізге түсіремін. Бірақ сіздер оқыған кезде тікелей иероглифке қарап оқысаңыз, онда өте пайдалы болады, иероглифтерді оңай жаттай алатын боласыз. Кеттік. Бірінші жаңа сөз сие, мағынасы жазу. Қараңыздар, жазу. Қытай иероглифтерін жазу. Оқылуы сие, қараңыздар, пениндері рахмет сөзіндегі пениндермен бірдей. X, I, E. Оқылуы да солай. С, жіңішке белгісі, ие, сие. Бірақ рахмет сөзінде бізде 4-ші тон болды. Сие, ал мұнда 3-ші тон. Қараңыздар. Сие, сие. Әрі 3-ші тон тек қана енің үстінде оқылу керек. Сие, е, сие деп. Бұлай оқылмау керек. Сие деп. 3-ші тон иді алып кетпеу керек. Сие демеу керек, тек қана енің үстінде. Тағы оқимыз. Қайталаңыз бірдей. Сие, сие, жазу. Сен жазасың. Не сие? Мен жазамын. О сие деп айтасыздар. Кеттік. Ал мұнда 3 иероглифті бірге оқимыз. Не хуй сие? Сен жаза аласың. Қараңыздар, тондармен 3, 4, 3-ші тондар. Не хуй сие? Не хуй сие? Осылай оқисыздар. Кеттік. Келесі жаңа сөз ханцзы, мағынасы Қытай иероглифтері. Қараңыздар, ханцзы. Енді осы жерде мағынасында кішкене көбірек тоқталып кетейін. Өткен сабақта бізде ханью болды, қазір ханцзы. Екеуінде де хан деген иероглифтер бірдей. Мағынасы хан династиясынан келеді. Хан. Енді әрине тікелей аударатын болсақ, бұл хан иероглифтері хан тілі деп айту керек, бірақ бұны Қытай тілі деп айтып кеткен, сол үшін бізде Қытай тілі деп айтамыз, жарай ма? Ханцзы. Енді қараңыздар, цзы деген бұл иероглиф дегенді білдіреді. Ал ханцзы бұл Қытай иероглифтері дегенді білдіреді. Өткен сабақта ханью, ю деген тіл сөзінің түбірі болады, оны келесі сабақтарда үйренетін боламыз. Кеттік. Ханцзы. Әрі қараңыздар, цзы оқылған кезде меңцзы дағы сияқты қысыңқырап оқимыз, дауысты дыбыс жоқ. Цзы. Әрі мұнда 4-ші тон құлау керек. Цзы. Ханцзы. Ханцзы. Тағы да айтайын дегенім, бірдей тондар қатарынан келген кезде. Әрине 3-ші тондар жайлы айтып тұрған жоқ, неге? Өйткені алдыңғылар 2-ші болып кетеді ғой. Бірақ қалған тондар қатарынан келген кезде бірдей оқылу керек. Мысалы, мұнда ханцзы, көрдіңіз ба? Бірдей қадалады. Дауысым, ырғағым барлығы бірдей. Ханцзы, ханцзы, ханцзы бірдей қадалады. Ханцзы, ханцзы. Осылай ғана оқу керек, жарай ма? Бірдей тондар келгенде осылай оқимыз. Мағынасы, жаңа айттым, Қытай иероглифтері. Енді көрініп тұрған барлық иероглифтерді бірге оқимыз. Мұқият даусыңызды шығарып, қатты бірдей оқыңыздар. Не хуй сие ханцзы. Мағынасы, сен Қытай иероглифтерін жаза аласың. Тағы да бір-екі рет қайталаймыз. Не хуй сие ханцзы. Әрине, жай не хуй сие ханцзы десеңіз дұрыс емес. Қытайлар түсінбейді. Не хуй сие ханцзы. Тондарын сақтаймыз. Не хуй сие ханцзы. Не хуй сие ханцзы деп қана оқу керек. Енді келесі иероглиф қасына тұра қалады, сонда сұрақ болып шыға келеді. Қараңыздар. Не хуй сие ханцзы ма? Сен Қытай иероглифтерін жаза аласың ба деген мағынаны білдіреді. Тағы да оқимыз. Не хуй сие ханцзы ма? Не хуй сие ханцзы ма? Деп айтасыздар. Енді жауабы, мен Қытай иероглифтерін жаза аламын. Әрине, құрылымы бірдей, тек қана басында сен дегенді мен дегендіге ауыстырамыз. Қараңыздар, әрі менің астында тондары пенини жоқ, қалай оқылады? Во. Во хуй сие ханцзы. Во хуй сие ханцзы. Тағы бір рет. Во хуй сие ханцзы. Мен Қытай иероглифтерін жаза аламын дегенді білдіреді. Ал енді
жаза алмаймын қалай болады? Өткен сабақтағы сияқты. Естеріңізде ғой. Бу өзі келген кезде 4-ші тон, бірақ будан кейін 4-ші тон келген кезде бу 2-ші тон болып оқылып кетеді. Мында да солай. 我不会写汉字。我不会写汉字。我不会写汉字。Мен Қытай иероглифтерін жаза алмаймын. Тағы бір қайталаймыз. 我不会写汉字деп айтасыздар. Енді барлығын бірге жақсылап оқимыз. 你会写汉字吗？你会写汉字吗？ Мағынасы, сен Қытай иероглифтерін жаза аласың ба? Жауабы: 我会写汉字。我会写汉字。Мен Қытай иероглифтерін жаза аламын. Енді кеттік ары қарай. 我不会写汉字。Мен Қытай иероглифтерін жаза алмаймын. 我不会写汉字。Тағы бір рет. 我不会写汉字。Деп, осындай өте пайдалы сөйлемдерді үйреніп алдыңыздар. Міндетті түрде практика жасаңыздар, жарай ма? Бізге жазыңыз, жай иероглифтерді жіберіңіз, аудио хабарламаңызды жіберіңіз, жақсылап тексеріп береміз, қай жері дұрыс емес, қалай дұрыс болу керек, барлығын айтып береміз, барлығы тегін, мүмкіндікті міндетті түрде қолданыңыздар. Әрі төменде бір-бірлеріңізге жазыңыздар. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.